запись кетті. Так, сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сол тақырып туынды көмегімен функцияны зерттеу және функцияның графигін салу деген тақырыпты алға жалғастырамыз. Енді сабағымызды біраз сұрақтар қоюдан бастайық. Ең бірінші функциялар туралы айтайық. Мысалы, бірінші функция мынандай функция не? f от x тең x квадрат минус 4x плюс 7. Осы функция. Функция болған ең функцияны біз тани білуіміз керек. Бұл қандай функция? Қандай функция бұл? Графигі қандай сызық бұның? Парабола. Графигі парабола, 8-ші класста өтіп өткенсіңдер. Яғни квадраттық функция деп айтады. Енді осының графигін салуды 8-ші класстардан білесіңдер. Енді біз туындыны қолданып салуды білуіміз керек. Ал енді жерде туындыны тауып көрейік қана. Туынды қалай болады? 2x минус 4. Дұрыс айтасыңдар, 2x минус 4 болады. 2x минус 4 болады. Енді осы 2x минус 4 болғаннан кейін туынды таптық. Туынды тапқаннан кейін бізге неме керек болады? Кризис нүкте болады. Кризис нүкте деген не еді? Кризис нүкте дегеніміз не балар? Туындысы нөлге тең болатын нүктені айтамыз дегеніміз, Қанша болады сонда бұл жерде? X тең 2. Плюс минус 2. Тең 2. Плюс. 2. X тең 2 болады. Бұл кризис нүкте. Енді осы кризис нүкте екінші нүкте бола ма, болмай ма? Соны анықтау үшін не істейміз? Максимум минимум табамыз, Ол үшін не істейміз? Ол үшін не істейміз? Екінің оң жағы мен сол жағында таңбаларды анықтаймыз. Анықтай қал. Оң жағында қандай болады, сол жағында қандай болады? Оң жағындағы 3-ті алып көрейік. 3 алады. 3-ті алса қандай болады таңбасы? Плюс. Плюс болады, плюс болады. Себебі 3 жердегі 6, 6-тан 4 таса 2. Ал оң жағы, қай жағы? Минус 1. Минус болады, 1-ді. 0-ді алсақ, мысалы минус болады. Яғни минус деген нені білдіреді? Кему. Кемиді. Ал плюс дегеніміз? Плюсте өсет. Олай болса 2 дегеніміз қандай нүкте? Максимум ба, минимум ба? Максимум. Міне қара, төмен Минимум нүкте болады. Минимум болады. Минимум болады. Минустан плюсқа ауысса минимум жаттап алу керек. Минустан плюсқа ауысса бұл минимум болу керек. Так, жақсы. Енді біз біраз функцияны зерттеу үшін біз қандай қадамдарды орындауымыз керек, соны есімізге түсіріп көрейік. Функцияны зерттеп графигін салу үшін. Так. Екран көріп тұр ма? Көрініп тұр. Енді мұқият қарайық. Бірінші не істеу керек екен? Аймағын табамыз. Немесе функцияның не істеу керек бірінші? Анықтау үшін тап. Анықтау осылауды. Екінші не істеу керек дейді? Жүппен тақ. Жүп тақ немесе периодты ба соны зерттеп алу. Одан кейін не істеу керек үшінші? Симметриялы болатын болса, оның бір жағын салып, екінші жағын OX пен OY-дің қиылысатын жерін табу. Функция тақ болатын болса, онда ол координаталар басына қатысты симметриялы болады. Тағы да бір жағын салып, OX пен OY қиылысатын жер. Қиысу нүктесі табу керек, OX нүктесімен және OY нүктесімен. Одан кейін не істеу керек? оны біз ең кіші оң период аймағында саламыз да, аралықтарға бөліп алып, қайтеміз? Таңба Таңба тұрақтық аралықтарын еттейміз. Одан кейін экстрем нүктелерін табамыз. Өсу, кему, экстрем нүктелерін табамыз. Одан кейін не істейді алтыншы? Төртінші таңба тұрақтылық аралықтарын зерттейміз.
салу, график салу. Кесте салу Кесте керек. Кесе сызу, иә, кесте. Одан кейін функцияның асимптоталарын табу. Табу. Графигін, Функцияның графигін салу. функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу бар, кешегі айтқанымыз. Алтыншы, осы алынған мәліметтің бәрі кестеге минус x қоямын. Енді қарайық бірақ функцияны. Қарап отырыңдар, қате кете ме екен, ана мұғалімде қате кетпей ме, қарап отырыңдар. Шығарып отырған соңғы дұрыс екен деп ойлаймын, қате қарап отырыңдар, қате бар ма жоқ па екен? Минус 3x квадрат болады. Яғни минус x квадрат ол бәрібір x квадрат болады. Мына функция егерде минус x берген кезде Неме істеп жатыр екіншіде бала? болса, y от x шығатын болса, онда ол жұп функция деген сөз. Егерде минус y от x шықса, онда ол тақ функция деген сөз. Неме істеп жатыр? Жұп па тақ па зерттеп жатыр. Жалпы Ол үшін не істейді? бұл жерде біз қандай қорытынды жасаймыз? Не істейді? Яғни біз Қойып көреді. ешқандай да координаталар басына қатыстыры, ой үлгісіне қатыстыры симметриялық жоқ деген сөз. Оны жалпы жағдайдағы функцияда мен қысқаша жаза саламын. Функция тригонометриялық функция емес, сондықтан бұнда ешқандай период бұл жоқ. Жалпы жағдайдағы функция және периодсыз. Үшінші координат осьтерінің қиылыс нүктесін табамын. Ең бірінші ой нүктесімен қиылыс нүктесін табамын. Ой нүктесімен қиылыс нүктесін табу үшін y-ті нөлге теңестіремін. Яғни y-ті нөлге теңестірем деген сөз, мынаның бәрін нөлге теңестірем деген сөз. x куб минус 3x квадрат тең 0. Қанша болады өздері таба бердіртесіз? Қанша болады? X минус 3 тең 0. Бір түбірі. Бір түбірі қанша болады? 0 болады, екінші түбірі? 3-ке теңеген көбі болады. Тура сол сияқты ой үлгісімен 3 болады. Болады, дұрыс айтады. ой үлгісімен қиылыс нүктесін табу үшін x нөлге Енді ой үлгісімен қиылыс осы x-ті нөлде боласың. тең болады. Яғни бұның координат осьтерінің қиылыс нүктесінің координаттары 0-ден 0, міне 0-ден 0, 0-ден 0 және 3-те 0. Яғни 0-де 3 деп мына екеуін шатастырып жүрмеңіздер. Бұл екеуі x-ті мәндер. x-та y, x-та y, x-та y. Енді x тең 0, функцияға апарып 0-ді қояды. Сонда y-іміз 0 болады, x-та 0. Төртінші функцияның таңба тұрақтылығы алып. Функцияның таңба тұрақтылығын тапқан кезде маған мына теңдеу шешкен теңдеуім маған көмек береді. Басқаша айтқан кезде мен x куб минус 3x квадрат үлкен нөлден және кіші нөлден деген теңсіздікті шешу керекпін. Бірақ мен үлкен нөлден деген теңсіздік шешемде осыны сан осіне саламын да кіші нөлден де соның таңба тұрақтылыққа қарап жаза саламын. Яғни функцияның үлкен нөлде болады. Қай жерде үлкен болады, қай жерде кіші болады функция. Нөлге теңестіріп алсам, бір түбірі нөлге, екінші түбірі 3-ке тең екен. Сонымен қатар өткен лекцияда мен рационал теңсіздіктерді шешуді өткенмін. Сол кездегі қарап, x квадрат ол жұп түбір болғандығын астықсыз қоямын, ал 3 тақ түбір. X-тің ең үлкен дәрежесін алда коэффициент 10 сан болғандықтан жағы плюс болады. Тақ түбір болғандықтан таңба болса, жұп түбір болғандықтан таңба ауыспайды. Яғни осы жерден қарап мен мынандай қорытынды жасаймын. X тиісті минус шексіздіктен 0-ге дейін бірігу 0-ден 3-ке дейін болған кезде осы аралықта y-ім теріс мәндерді қабылдайды екен. Y бұл жерде теріс мәндерді қабылдайды, яғни ой нүктесінің төменгі жағында болады балалар. 3-шектікке шейін аралықта y-ім оң мәндерді қабылдайды екен. Енді Ал келесі үшінші бесінші шектікте өзім кем орақтарынан және экспериментқа зерттеймін. жазып отырсыздар ма, дәптерге жазып отырыңдар балалар. y' болады. x куб минус 3x квадрат. Не істеп жатыр балалар? Бұдан туындалсам бұның туындысы 3x квадрат Не істеп жатыр? минус 6x болады. Туындысын тауып жатыр ағай. Соны тауып жатыр енді. Оны ұстап, 0-ге теңестіріп нені тапты? Таңбасын анықтайтын болсам, Кризистік нүктелерін тапты. Кризистік нүктелер 0 және 2 болды. тармағы жоғарылайды, енді шекі жақ шеті плюс, ортасы минус болады. Осы жерден Плюс, қарап мен минус, бірнеше плюс мәлімет жазыламын. Яғни бұл жерде мен өсіп кем Ода 0 деген қандай нүкте? Максимум ба, минимум ба? Яғни функция Максимум. Максимум дұрыс айтасыз. Ал 2 дегеніміз? 0-ге дейін Минимум нүкте. Минимум нүкте. Минимум. 2-ден плюс 3-ге шейін болғанда мынау функцияның өсу аралығы болады. Өсу аралығы мен кем аралығы жазып жатыр. Кезек кішкене алдағы жылытайық. Түсінікті ғой бұл жер. Ең сол жақтағы аралық ол минус шексіздік болғандықтан міне. қай нүктеге шейін деген Енді кестерін көрсеткенде. нөлге теңестірген нүктелерін табамыз. Қай жерде нөлге теңестірдік біз? Туындысын тапқанда теңестірдік. Таңба тұрақтылығының аралығын зерттеген кезде теңестірдік. Яғни шықты бізде x-тен 0, x-тен 3, тағы да x-тен 0, x-тен 0, x-тен 2.
яғни ең сол жақтағы нүкте ол 0 деген нүкте. Яғни бізде мүйізшесінде 0-ге шейін аралық болады. Аралықты жазғаннан кейін міндетті түрде сол аралықтағы тиісті соңғы нүкте, яғни 0 өзі аралыққа жазылады. Тура сол сияқты 0-ден кейінгі нүктеміз 2 екенін көрдік. 0-дан 2-ге шейін аралық. Так, тоқтатам. Ал тез. Осы функцияны бастан бастап өздеріңіз шығарып көріп шығарыңдар енді. Қараңдар, тез. Қандай функция болды? Y-тен x көп минус x квадрат деген функция. Естіп отырсыздар ма балалар? Я ағай. Я жазып отырмыз. Өздері басынан бастап шығарыңдар тез. Соны ана кестені сызыңдар, соны кестеде қай жер түсініксіз болса маған айтыңдар. Жазамыз дәптерге бәрін, тез етіңдер. 5 минут уақыт. Балалар, осы бейне материалдан өздеріңе керекті ала алдыңдар ма? Естіліп тұр ма, жоқ па? Я ағай. Так, арғай жылтайын. 2-нің өзі. Келесі 2-ден 3-ге шейін аралық, 3-тің өзі 3-тен плюс x-ге шейін аралық. Енді мыналар не деген білдіреді? f' x дегеніміз ол туындысын 0-ге теңестірген деп білдіреді. Яғни мүйізшесі 0-ге шейін аралықта туындысын тура сол сияқты осы мәлімет толтырады. Туындысы Зерттеп болды ғой басты. 3 нүктесі арқылы реттейміз. Графигін салып жатырмын. Және бұл аралықта ол теріс таңбалы 1 сағат өспеді. Яғни жазу. Біз функцияның графигіне қарап мәндер жиынының минус шексіздіктен қандай
X Міне зерттеп графигін салдым. мәндері жоқ, яғни вертикаль асимптотасы жоқ. Міне Тура максимум сол нүктесі, сәтте минус горизонталь нүктесі деп асимптотасы жаздым жоқ жерде. екендігі көрініп тұр. Сондықтан мен оны бірден Так, қарастырмай кеттім. мына Егер жерде болса X-ке туынды байланысты керек плюс, болатын болса, онда мен оны асимптотларды зерттер Ja. едім. плюс болса өседі деген. Так, жақсы, жарайды. Енді келесі біз балалар, сендермен өзіміз оқулықпен жұмыс жасап көрейік. Оқулықта 51-де 6-шы есеп. Аштыңдар ма? Hazır ağay. Я ағай аштық. Ya 51-де 6-шы есепті, ya қызықты болсын, біріншісіне оқып көрші кәне. 25 санның көбейтіндісі ең үлкен сан болатында екі қосылғышқа жүктеңдер. Ya, бұл математикалық сауаттылықта да кездесетін есептер, ә? 25 санның көбейтіндісі ең үлкен сан болатында екі қосылғышқа жүктеңдер дейді. Ода 25 санын екі қосылғышқа жүктейміз. Қандай? X және Y. Y деген екі қосылғышқа жүктейді. Енді неме дейді? Осылардың көбейтіндісі қалай болу керек дейді? Ең үлкен сан болу Ең керек. үлкен болатындай. Жазып қояйық мына жерге, ең үлкен. Бұл жерде F дегеніміз, бұл жерде қандай да бір сан шықсын дейік. Сол не болсын, ең үлкен болсын. Ең үлкен. Ол үшін не істейміз бұл жерде? Y-ті X арқылы өрнектейік, ә? 25 минус X деп. Сода жазамыз, X көбейтілген жақшар 25 минус X деген неме шығады бізде? Функция шығады. Осыдан не істейміз енді осы функциядан? Балар, туынды табу керек, ә? Я. Я, туындыны осы қалпында бірден табуға да болады, көбейтудің ережесі бойынша. Немесе жақтан ашып алып табуға болады. Енді мен көбейтудің ережесі бойынша табайық. Біріншіден туынды тапсақ, X-тан туынды тапсақ не болады? 1 болады. 1. Туындыны таппайық. Плюс деймін да, қайтып біріншіден туындыны таппайым, Таппайсыз. екіншіден туынды Тапамыз. таппайым. Не Минус болады? 1 болып қалады. Минус 1. Сонда туындысы не болды сонда? 25 минус X содан кейін минус X. болып тұр, ә? Мгм. Так, сонда бізде туындымыз не болды сонда арғай? 25 минус 2x бола ма? Дұрыс айтасың. 25 минус 2x болды. 25 минус 2x болды. Енді осы 25 минус 2x-ті 0-ге Теңестірейік. теңестіреміз. Сонда 2x-іміз тең нешеге болады? 25-ке. 25-ке болады. Онда x-іміз тең қанша болады? Қаттырақ сөйле Бақытжан. 12,5 дейді ағай. 12,5 болды. X дегеніміз 12,5 екен. Онда Y дегеніміз қандай сан болады? 25-тен қайтеміз? 25 азайту 12,5. Y 12,5 қалай онда? 12,5 болады, е? Мгм. Сонда Y-іміз де ол да қанша болады? 12,5. 12,5 болды. Так, сонда бізде қосылғыштарымыз не болады екен? Екеуі де 12,5 болу керек екен. Көбейтіндісі ең үлкен болу үшін. Е? Так, көбейтіндісі ең үлкен. Сонда көбейтіндісі ең үлкен қанша болады екен сонда? X Y-ға көбейтсек. Ең үлкен сан көбейтіндісі. 12,5-ті көбейтеміз 12,5-ке, ал көбейтіндер қанша болады? 156,25. 156 бүтін 125.
100'ден 25 болады. Бірақ бізде бұл сұрақты сұрап тұрған жоқ бізде. Бізде екі қосылышқа жіктейді, ең үлкен сан болатында. Ең үлкен сан болатында екі қосылғышымыз ол бізде ол бізде 2,5 пен 12,5 пен 12,5 болып тұр. Егер бізде сұрақ бүйтіп берсе, 25 санын көбейтіндісі ең үлкен сан болатта екі қосылышқа жіктеңдер. Және сол ең үлкен санды табыңдар десе, онда біз 156 125 көрсетеді. Так, жақсы. Сабаққа қатысып отырайық балалар. Так, белсенді қатыспай жатырмыз. Келесі есептеріміз, келесі есебіміз 51-де қазір бұл жерде 50-де 10 деген есеп. Зерттеу, функцияны зерттеуге тағып көрейік. 50-де 10. 50-де 10-ның біріншісін шығарып көрейік. Жаңағы есепке ұқсайды екен, Иә, ағай. Так, жаңағы жазып алды ғой, жаңа қарап отырмын, тура сол бойынша зерттеуіміз керек. Сендер өздерің айтып отырасыздар, мен жазып отырайын. Ал айтуға, функция қандай функция? 18x минус x. 18x минус x-тің 3 дәрежесі. Бірінші не істедік? Анықталу болсын табамыз. Анықталу болсын қандай? Қаттырақ сөйлейміз. Анықталу болсын қандай? Барлық мәндер Барлық сандар болады, барлық нақты сандар деп айтамыз. Яғни бұл жерде ешқандай бөлшек жоқ. Енді екінші не істейміз бізде? Тақпа әлде жұппа табамыз ба ағай? Тақпа жұп екен табамыз. Ол үшін қарайық міне. F дейміз да, x-тің орнына минусты беріп көреміз. Міне, минус x-ті берсем, 18-іміз x-тің орнына қоятын болсақ, минусты ол минус болады. Ал жерге x-ті қоятын болсақ, ол плюс болады. Қарайық сонда, мына функциямен бірдей ме? Бірдей емес қой. Басқа болып кетті ғой, иә? Олай болса бұл жұп емес деген сөз. Жұп функция емес. Енді мен минусты жақсасында шығарып жіберейін. Минусты жақсасында шығарып жіберсем 18x болады да, 18x бұл жерде минус x куб. Не болды? Мына функция мен мына функция бірдей ме, бірдей емес па? Бірдей. бірдей. Жақсаның ішіндегі мынау мен мынау қалай болып тұр? Бірдей болып тұр. Яғни бұл онда тақ функция деп тұрған сөз, бұл тақ функция. Так, былтыр мен сендерге басқа да жолын үйреткен болатын. Міне мына функция. Қандай функция мынау? Мынау тақ қой. 18x деген. Бұл тақ. X куб дегенде тақ. Таққа тақты қоссақ тақ болады деп былтыр үйретемін ғой балалар. Так, екіншіде бұл периодсыз функция. Периодсыз деген сөз яғни қайталанбайды. Периодсыз функция. Яғни тақ функция деген қандай болады? Ол координат басына қарағанда симметриялы болады. График салғанда соны ескеруіміз керек. Келесі не істейміз? Анықтау облысын табамыз ағай. Таптық қой анықтау облысы. Анықтау облысы міне тұр ғой. OX пен қиылысуы. OX пен OY пен қиылысуын табамыз. Бірінші OY пен қиылысуын табайық. OY пен қиылысуын табу үшін не деп аламыз? X-ті тең 0 деп аламыз. X-ті тең 0 десек, Y-ті 0 болады ғой. 0 болып кетеді. Бұл жерге 0 қойсақ, 0 болады. Келесі OX пен қиылысуын табайық. Y тең 0 деп аламыз. Дұрыс айтасың Айгерім. Y тең 0 деп аламыз. Y тең 0 деп алсақ, онда бізде функцияның өзін жазып 0-ге тең етеміз. 18x минус x куб, бірден x-ті мен жақсасына шығарып берейін. Жақша 18
минус x квадрат, минус x квадрат. x квадрат тең нөл болады. Ағай плюс минус 3 түбір асты 2 болады. Бірінші түбірі x тең нөл болады, X 0, ja. x бірінші түбірі x тең нөл. Ал екінші түбірі, 3 түбір асты 2. екінші түбірі 3 түбір астында X. 2. Тағы бір түбірі, Минус 3 түбір Минус асты 2. минус 3 түбір астында 2. Яғни, абсцисс неше нүктеде қиып өтеді? 3 нүктеде қиып өтеді. Келесі төртінші не істейміз деді бақыла? Таңба тұрақтылық табамыз деді. Таңба тұрақтылық табу үшін мынаны қайтем деді бақыла, пайдаланам деді. Мынаны пайдаланам деді, таңба тұрақтылық. Яғни қай жерде функцияның үстінде, қай жерде астында болатын. Яғни бұл жерде минус 3 түбір астында 2. Мына жерде 0. Бұл жерде 3 түбір астында 2. Бөлейік аралықтарға. Ал енді тауып керек, уақыт бітіп бара жатыр балалар. Так, табайық ал 3 түбір астында 2-ның жағында үлкен бір сан ала салайық. Қаншаны алайық? 4. 10-ды ала салайық, Ал 10-ды ала салайық. Қанша болады? 10-ның квадраты 100 болады? 100. Иә. Так, 100 болады. Минус болып көте ағай. Минус болып 18 кетеді, алсақ. ағай, минус. Тағанда Иә, минус. минус болады. Мына жерде сонда минус болады ғой, иә? Иә, минус болады. Келесі 0 мен 3-дің арасында бұл жерде 3 бар дейік. 3-ті алсақ қанша болады? 3-тің Плюс квадраты. болады. Плюс болады. Плюс болады, иә? Плюс. Плюс болады, дұрыс айтасыздар. Так, бұл жерде минус 1-ді Минус алсақ, 1. минус 1-ді алсақ, Плюс болады. плюс А, жоқ, болады, минус иә? болады. иә, Минус. бәрібір. Минус. А, X бар оған. жаңағы. Көбейтеді ғой. иә, көбейтеді ма? Ал бұл тез ойланыңдар. Минус 1-ді алсақ, минус 1-дің квадраты 1 ғой. 18-ден 1-ді алсақ, Иә. плюс 1, бұл жерде минус 1 тағы көбейтіледі. Минус Дұрыс айтады, бақсы. Иә. Минус. Сонда бұл жерде минус болады. Келесі, бұл жақта минус 5-ті алайық. Мынауда минус болды ғой. Минус 5-тің квадраты Ағай минус болып кететін сияқты. 25 Ол да болады. Бұл минус жерде болады, минус ағай. болады, тұра тұр. Бұл жерде минус болады, бұл жерде минус. Минусқа минус көбейткенде плюс болады ғой. Иә, иә. Бұл жерде минус 5 болып тұрады. Плюс болады. Міне. Сонда бұл жерде оң, бұл жерде теріс, бұл жерде оң, бұл жерде теріс болып тұр. Бұл таңба тұрақтылығы, яғни x-тің осы үстінде болады деген сөз. Мысалы, мына жерде міне, мынау x өсі болатын болса, міне жерде x өсі болады, бұл жерде 3 түбір астында 2 тұрса, 3 түбір астында 2 тұрса, ол мына жақтан өшірге дейін қайтеді, бүйтіп үстінде тұрады. Ал одан кейін мына жерде қайтеді, бүйтіп астына кетеді, бүйтіп 0-ге дейін. Одан 0-ден кейін бүйтіп қайтады, үстіне кетеді, бүйтіп. Иә? 3 түбір астында 2-ге дейін. Одан кейін қайтады, лайдан астына кетеді. Примерді осылай болады деп ойлап тұрмыз, көрдің бе? Нақты салған жоқпын. Осындар ма балалар? Иә, ағай. Иә, ағай. Так, келесі не істейміз? Экстрем нүктелерін табамыз. Иә, туындыны табу керек ол үшін, ә? Ол үшін туындыны табу керек. Ал таба беріңдер, туындысы қанша болады? 18 минус 3x квадрат. 3x квадрат. Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Туындысы, так, сендердің айтқандарымен жазайын кәне. Туындысы қалай болды дейсіңдер? 18 18 минус 3x квадрат. 18 минус 3x квадрат, дұрыс айтасыңдар. Енді x түр нүктелерін табайық ал. X қаншаға тең болады? 6. Иә, 3x квадрат болғанда 6, Түбір асты. 6 болады. Плюс минус түбір асты 6 қойдым ағай. Иә, біреу минус Иә, түбір иә. астында 6 менен, Плюс түбір асты 6. плюс түбір астында 6. Осы бізде x түр нүктелері. Мынау x1 дейік, мынаны x2 дейік ал. Так, енді сызып берейік бұндерге.
Bak buna minus. İkinin ortasında ne var? Nöl var, he? Evet. Nölді koysak Иә, ne buladı? плюс Mına jakta tubrasında Plus 6 болады. degen ol. Ben bir koysan qandaysan ol? 12. Tak 12 var. Мысалы, tak 3'tün özü үлкен болады, he? 3 degenimiz tubrasının Иә. to'g'ri. Sonda 3'tü koya salayık. 3'tü koyayık. 3'tün kvadratı qancha bo'ladi? 9. 9 3'e koysак 27. 27, minus minus ketedi, ағай. Ya minus болады. Mına жерде minus 3'tü koyayık. Ол да тура солай болады, he? Иә. Olay bolsa bu жерде. Mına жерге дейін қайтет? Кемейді, Минимум. өседі, қайтадан кемейді. Olay bolsa жазамыз. X минимум. Қай нүкте? Минус түбір Минус асты 6. Минус түбірасында минус 6 деген түбірасында ол 6. минимум. Келесі. X максимум. Ол Түбір түбір асты 6. Ол түбірасында 6 дұрыс айтасыңдар балалар. Жақсы. Міне Айзада, Айгері, Бақытжан сабаққа жақсы қатысып отырмыз. Так, максимум минимум нүктелерін тауып алдық. Одан кейін не істейді екен? Жаңағы бағанағы видеода айтқан нәрселерді естіңіздер. Аға, енді кесте сызамыз ба? Дұрыс айтады. Енді кесте сызу керек. Кесте сызу керек. Осыларды бәрін ұмытып қалмайсыздар ғой, мен өшірейін енді. А? Е? Жазып алдық, аға. Жазып алдыңдар Үштемені ма? сағат. Иә, аға, жазып алдық. Иә, ағай. Жазып алдық. Енді ең басты кестені сызсақ, кестені сызғаннан кейін график дайын деген сөз жоқ. Так. Бірінші не тұрады бұл жерде? Функция ғой, е? Солай ма? Мгм. Иә. Міне, тұрады. Қайда ол? Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біздің сіздермен өтетін тақырыбымыз функцияны толтырып шығамын. Тағы бір ескере кететін жай. Бірінші не тұрады, міне қараңдар. Тұрады екен, ағай. X тұрады, ағай, бірінші. Иә, бірінші X. тұрады, содан кейін туынды тұрады, содан кейін функция тұрады, е? Иә. Ең соңында мына жерде жаңағы қандай жүк па тақ па екенін жазу керек. Ал айтыңдар, бірінші X тұрады. Екінші не тұрады? Туынды, Туынды. FX. Туынды ма? Иә, ағай, туынды. Иә. Туынды тұрады. Үшінші функция тұрады, е? Солай ма? Иә. Иә. Иә, ағай, функцияның өзі. Қателесіп қалмаңдар. Жоқ. Так, ал тағы бір қарап алды. Қара. Туынды, міне туынды. Енді бұл жерде ең бірінші не жазады екен? Минус шексіздікпен Şimdi bizde kaç özümüzü boyunca yazamız? бөл. Minus x'te kaça gideyim? Ha, Нөлге дейін. Нөлге дейін. ya tamba тұрақты аралықтар ма сонда bu жерде? Ha, Бар ағай. так, жоқ, екі түрлі нүктелер бар. Қайсысын жазған? Қараңдар bu жерде. Қайсысын жазған мына жерде? Екі түрлі нүктелерін жазған. Е? Иә, ағай, X нүктелері екен. Ya, tamba тұрақтылар емес, екі түрлі нүктелерін жазған. Олай жазса не дейміз? Мына жерде не болады сонда бізде? Минус түбір астында неше еді? 6 еді ғой, е? А, Иә.
Агай 3 түбірасты дейміз ба? Екі түр нүктесі бағанағы. Дұрыс қой ағай, минус түбір асты 6 ғой. X трум нүктесі. Я, дұрыс. Неме шықты ғой бұл жерде? 18 минус x квадрат шықты, тең 3x квадрат шықты да, сонда сендер айттыр, 3x квадрат тең 18 болады дедіңдер, x квадрат тең 6 болады дедіңдер, x тең минус турасында 6 мен плюс турасында 6 болады деп айттыңдар емес па? Естеріңіз жоқ па? Одан кейін минус турасында 6 деп жазамыз. Одан кейін минус турасында 6-дан плюс турасында 6-ға дейін деп жазамыз. Одан кейін турасында 6 деп жазамыз. Одан кейін турасында 6-дан текстікке дейін деп жазамыз. Енді мына жерде таңбасы қандай бұл жерде? Бірінші қалай бұл таңбасы? Балалар, Плюс болды. так, я